Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті көрермен, арнамыздың көрермендері. Арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Қызылорда қаласындағы орналасқан ботаникалық бақ туралы қысқаша түрде ақпарат беріп өтпекпін. Қызылорда қаласындағы ботаникалық бақ Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің аумағында орналасқан ғылыми зерттеу және демалыс орны. Бұл бақ бұрын агробиологиялық орталық ретінде жұмыс істеген. Бірақ 2024 жылы ботаникалық бақ және жылыжай шаруашылығы ретінде қайта құрылып, қала тұрғындары мен қонақтарының сүйікті демалыс орнына айналды. Орналасқан жері Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің аумағы. Аумағы жалпы 5 гектарды құрайды. Ішіндегі өсімдіктердің саны 18 түрлі өсімдіктер, 3000-нан астам сәндік тал мен жеміс ағаштары отырғызылған. Жылыжай 800 шаршы метр аумақта орналасқан биологиялық және агрономиялық бағытында білім алып жатқан студенттер зерттеу жүргізіп, тәжірибеден өте алады. Инфрақұрылымы жөнінде тас төсеніштер, шатырлар мен жарықтандырылған орындар тұрғындардың жүріп тұруына қолайлы жағдай жасалған. Бұл ботаникалық бақтың ғылыми және білім беру қызметіне тоқталсақ, бақ университетінің ғылыми зерттеу жұмыстары мен студенттерінің тәжірибелік білім алуына арналған маңызды алаң болып табылады. Мұнда студенттер өздері еккен қияр мен қызанақты жинап, дәмін татып көреді. Смарт ботаникалық бақтың жобасының туралы айтатын болсақ, Қызылорда университетінің аға оқытушысы Дархан Орынбеков Arduino технологиясын пайдаланып, смарт ботаникалық бақ жобасын жүзеге асыруда. Бұл жоба өсімдік топырағының ылғалдылығын анықтайтын датчиктер арқылы бақтың суару жүйесін автоматтандыруды көздейді. Өсімдіктердің түріне байланысты 24 сағатта бір рет 10-15 минутта су суарылады. Бұл жоба экология, биология және цифрландыру саласындағы білімді насихаттауға бағытталған. Қоғамға қызметі жөнінде айтатын болсақ, бақ қала тұрғындары мен мектеп оқушыларына арналған экскурсиялар мен демонстрациялық қызметтер ұсынады. Бұл жерде олар декоративті және жеміс ағаштарының түрлерімен танысып, табиғатқа деген сүйіспеншіліктерін арттырады. Қызылорда қаласындағы ботаникалық бақ ғылым мен табиғаттың үндескен, білім мен демалыстың тоғысқан орны. Ол қала тұрғындары мен қонақтарына табиғат аясында тынығуға және ғылыми білім алуға мүмкіндік толыққанды бере алады. Ботаникалық бақты көрдім, өте әсем, әдемі. Бейнежазба соңында қазақ тілді арнамызды қолдап, тіркеліп, бағалап өтсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Жақсы, рахмет, қош сау болыңыздар.